ерліктің маңыздылығын ірі сөзсіз түсіндіреді Ілияс Есенберлин. Бұл адамды рухани байлататын, өмірдің мәнін арттыратын сезім болады. Төртіншісіне келсек, ол адам мен ар ождан. Романдағы басты тартыс ол адамның ішкі айқасы, яғни әділетсіздік пен әділеттің айқасы болады. Ермек әр таңдауында ар мен намысты басты орынға қояды. Ар мен намысты. Бұл Есенберлиннің адамға қояр ең үлкен, кейінгі ұрпақтарға, яғни ар мен намыс, ол Ілияс Есенберлиннің осы романда жазылған бойынша ар мен намыс ол кейінгі ұрпақтарға қойған ең үлкен және ең басты талабы деп ойлаймын. Себебі бұл екі нәрсе өте маңызды болған. Өте маңызды болған. Сосын яғни ермектің басқа түрі, яғни керісінше түрі ол Сапарғали болатын. Сапарғали ол әділетсіз және де сосын жаман немененің бәрін жинап алған адам болатын. Яғни жазушының, яғни осы жерде Ілияс Есенберлинді өте мен көріктеймін, яғни өте жақсы жазушы болатын, өте мақтанамын. Оның стилі қарапайым болған, жай қарапайым тілде жазып отырған болады, мен соны байқадым. Және де бір тереңі, бірақ терең жазатын болған да, терең жазатын болған. Ұзақ сөйлемеген емес ол, бірақ нақты дәлел сөздермен жазып отыратын болған роман кітабын. Кейіпкердің, яғни сөйлеу мәндері, яғни әр кейіпкердің әрталай өзінің сөйлеу тәртібі, яғни Сапарғали қалай адам, ермек қандай адам, қандай рөл атқарды, бәрін тұнық бөліп отқан. Яғни Жәмила деген сияқты өзінің сөйлеу стилі бар, ермектің өзінің сөйлеу стилі бар, Сапарғалидың өзінің сөйлеу стилі бар, өздерінің стильдерін бөліп отқан. Осыған мен өте, яғни берілемін. Жеке, яғни осы кітапты оқу барысында мен бұл шығармадан көп нәрсе үйрендім. Біріншіден сол кезде қоғамның қандай болса да адам болып қалу, адалды, әділетті адам болып қалуды үйрендім. Және де ар намыстан таймау керек екен. Біз болашаққа керекпіз. Болашақ үшін күресу, яғни өзіміздің ұстанымыздан тыймай, яғни соңына дейін жету керек болады. Яғни болашақ үшін жұмыс істеймін, мемлекеттің сол болашақ үшін өзімнің жүрегімнен таймай, соңына дейін жетіп, адалдық пен әділеттікті көрсету, ар намысынан таймай, болашақ үшін жұмыс істеу. Осыны үйрендім. Басты міндет ол ермек маған үлкен үлгі болады. Яғни ермек, осы себебі бұл ермек вообще жақсы адам болады. Ешқандай қате, жағымсыз жақ жоқ адам деп ойлаймын. Оның адалдығы, табандылығы мені де ойландырады. Мен қандай адаммын, мен қандай болғым келеді деген сұрақтар туындайды да. Сол кезде мен ермек сияқты адам болғым келеді деп айтамын. Мен ермек сияқты адам болғым келеді деп айтамын. Екіншіден бұл және де махаббат. Сол кездегі айтпаған, жалпы махаббатты өте жақсы баяндаған болатын автор Ілияс Есенберлин. Махаббаттың ол тек сезім емес, үлкен рухани күш екенін білдіреді бізге. Жәмила мен ермектің арасындағы махаббатты айта кетсек, ол мен үшін шынайылықты, сенімді, адалдықтың көрінісі. Үшіншіден, мен қазіргі қоғамда Сапарғали сияқты адамдар көп екенін білем. Яғни білдім. Қандай қоғам болсын, бұрынғы қоғам болсын, қазіргі қоғам болсын, бұл өмірде, яғни бұл қоғамда
Сапарғали сияқты адамдар көп екенін білдім, иә, түсіндім. Бірақ оларға қарсы тұру, әрқайсымыз баршылығымызды, күшімізді салуымыз керек. Ол себебі ондай Сапарғали сияқты адам үлгі болмау керек та. Ол дұрыс емес нәрсе, ол әділетсіздік, ол жағымсыз жаққа біз күресіп, соңына дейін күресу керек, иә. Егер де әр адам өз ісіне адал болса, ол әділеттік орнайды да. Бұл кітап мені рухани тұрғыдан байытты, яғни мені күресуге, адал болуға, қорықпауға, осылай әділетсіздікпен күресуден қорықпауға үйретті. Яғни Ермек өзі жай андай жас адам, жас инженер болғанымен, бірақ ол әділетсіздікпен күресуді білді. Әділетсіздікпен соңына дейін барып, бірақ жеңіс болды оған. Күресуді өзінің ұстанымынан тыймасаң, ол жеңілмейсің. Соны түсіндім. Соңына дейін барсаң, тырыссаң, ол бірдеңесі болады. Яғни соңына дейін жетсең, сен бірдеңені түсінетін боласың. Соңына дейін барсаң, ол бірдеңесі болады да. Себебі жеңілмейсің, тырыссаң до конца. Жеңілмейсің. Соны білдім. Соны түсіндім. До конца демей қойын, соңына дейін. Иә. Ол өмірлік бағытынан беретін шығарма болды. Яғни бүткіл өміріме әсер ететін шығарма болды. Әрбір жас осы кітапты оқып шығу керек деп ойлаймын. Иә, өте бұлай адамның өмірін ойлататындай шығарма болды. Сосын жалпы өзімнің ойымды айтып кететін болсам, бұл кітап туралы. Яғни бұл кітапта өте Ермекке өте көп қиындықтар болды деп ойлаймын. Иә, кітапты оқу барысында Ермекке өте көп қиындықтар болды. Сол замандағы кеңестік үкіметтің, қоғамның, яғни басшыларының әділетсіздіктің, адалсыздықтың және де жамандықтың бәрі Ермектің басына жиналған. Бірақ сол бүткіл кейінгі жастарға, ол ескі олардың Сапарғали алатын болсақ, ол сол кездегі жағымсыз, яғни ескі ойлармен кеткенде, ал жаңа ой, ол Ермектің ойы. Ол болашақтың, біздің өзіміздің болашақ қалай болады деген сұрақ келді. Біздің болашағымыз қандай болады? Мен болашақ үшін соңына дейін жұмыс істеуім керек. Мен болашақты дамытуым керек. Мен болашақ үшін күресуім керек. Яғни осы үшін мен жұмыс істеуім керек деп ойлаймын. Яғни соған, бірақ оның жолы оңай болмайды. Тіпті қиын болады, қиындық ұшырайды. Яғни Сапарғалидың әділетсіздігі, жоқ жерден проблема, яғни мәселе табуы деген сияқты өте қиындықтар болады. Сол кезде махаббат келеді Ермекке. Сол кезде қасында болған адам, тек бір адам, ол Жәмила болады. Яғни Ермектің махаббаты болады. Ермектің ең қиын сәттерінде қасында болған, қол созған, қиын сәтінде қасында болып, Ермектің қасында соңына дейін күрескен, әділетсіздікке қарсы шыққан, өте рухани жағынан маған өте үлкен сезім берді. Бұл осының екеуінің махаббаты, иә. Сосын Сапарғалида маған өте үлкен сезім берді. Себебі бұл Сапарғали сияқты адамдар, кейіпкерлері, яғни бұл қандай қоғам болсын, қандай заман болсын, бұндай адамдар тағы бар болады. Бірақ та бұндай адамдармен біз Ермек болып күресуіміз керек. Әділетсіздікке қарсы шығып, соңына дейін күресуіміз керек. Мен осыны түсіндім. Осылай деп ойлаймын негізі. Автордың ойы да осылай деп ойлаймын. Себебі автор бұл романды жазған ойы бізге, яғни болашақтың ұрпақтарына, бізге, яғни бізден кейінгі ұрпақтар болсын, біз болайық, біздің алдыңғы ұрпақтар болсын, осы роман арқылы бізге осыны білдіргісі келіп отырған деп ойлаймын. Яғни бұл не? Сапарғали сияқты адамдарға не десе де, қандай болса да, Сапарғали сияқты адамдар болады.
әрбір заманда, әрбір қоғамда Сапарғали сияқты адамдар болады. Сол адамдарға бізге жеткізу ар намыстан тыймай, әділеттікті сақтап, адалдықты сақтап, сондай адамдарға, яғни қоғамға зиян келтіретін адамдарға күресіп білуді үйретеді. Осыны күресіп білуді үйреттім, яғни қорықпай күресуді үйрендім. Яғни осы романды оқыған соң қорықпай күресуді. Ермек сияқты ерлікті көрсету керек қой. Маған ермек өте үлкен сезім берді. Өте тиіп кетті деп айтсам болады. Ермек өте жақсы адам, өте әділетті, өте адалды адам. Қазір бұндай адамдар көп емес. Яғни Ілияс Есенберлин осы ермекті жазып, өзінің сондай адам болғысы келетінін кітапқа жазып шыққан деп ойлаймын. Яғни және де бізге осындай адам болыңдар, осындай адам болсын, кейінгі ұрпақтар осындай адам болсын деп жеткізу мәнінде де осы кейіпкерді жазып шыққан деп ойлаймын. Яғни сосын ең соңына келсек, қорытындыға келсек, бұл айтқанда Ілияс Есенберлин айқас романы 20 ғасырдағы қазақ әдебиетінің інжу манжардарының бірі. Шебер жазушы, сол кездегі заманды көрген, қоғамды көрген, өте терең ойы бар жазушы болды. Бұл шығармада тек өткен өмірді бейнелейді. Өткен өмірді ғана бейнелемейді, бұнда өткен өмірді ғана бейнелемейді. Кейінгі бүгінгі күнге де болашаққа да сөз береді, дауыс береді. Яғни адал болу, еңбек ету, махаббатқа берік болу, махаббатқа адал болу, бұл кез келген замандағы адамдар үшін маңызды зат. Яғни бұл өмірімізде өмір сүргенде біз ұстанатын негізі басқаны қоя тұрайық. Ұстанатынымыз адалдық және де еңбек ету, махаббатқа адал болу. Осы үш нәрсені үйретті маған. Осы кітап осы үш нәрсені үйретті. Сосын болашаққа деген ұмтылыс болды. Осында үйретті маған. Мен бұл шығарманы оқып қана қоймай, яғни жан жүрегіммен сүйсіндім десем де болады. Сол үшін де бұл роман менің жанымда ұзақ сақталады деп ойлаймын. Себебі бұл мен оқыған роман көп емес, мен негізі оқыған кітаптан, бірақ бұл оқыған маған сезімі өте үлкен сезім берген романдардың бірі болды деп ойлаймын. Өте үлкен сезім берді деп ойлаймын. Үлкен сезім берді деп ойламаймын, үлкен сезім берді маған. Себебі бұл роман маған өте көп нәрсені үйретті. Болашақ болсын, кейінгі замандар болсын, кейінгі болашақтар болсын, бұрынғы замандар болсын, қазіргі таң болсын, адамдар ешқашанда ұстанымы өзгермейді. Тек қана басқа денеден өзінің ұстанымынан тыс басқа нәрсені қоя тұрып, тек адалдық, сосын еңбек ету, еңбекші болу, яғни өзінің ұстанымынан тыймайтын болу, адал болу, әділетті болу, және махаббатқа берік болу үйретті. Себебі бұл махаббат деген сенің қиын кездеріңде сенің жаныңда болатын, жүрегіңді жылытатын зат, сондай бір сезім деп ойлаймын. Қазір осы кітап үйретті, осы роман үйретті маған осы сезімді. Яғни қорытындыға келсек, осы кітаптың жалпы сезімі, яғни сол болған оқиғалар, Ермек пен Сапарғалидың қақтығыстары, Ермектің Жәмиланың махаббаты туралы қысқаша айтып кеттім. Жалпыламай, және де көп нәрсе айтылмай қалды. Бірақ та жалпыламай айтпасам да қысқаша айтып кеткен болатынмын. Негізі осы кітапта не жазылған? Бастысы сол кезде қоғамда әділетке күресу, әділетсіздікке күресу, әділетпен, өзінің ұстанымымен әділетпен әділетсіздікке күресу болды. Осыны сезіндім. Яғни
екінші стресс тапсырмасы қазақстан тарих пәнінен